Кішкене бөлме іші тып-тыныш, дәмге толы дастарханның екі шетінде екеуміз отырмыз. Быжылдаған ескі самаурын дыбысы естіледі. Менің көзім үй ішіндегі заттарда. Жұқа қаңылтырмен өрнектелген сандық. Әжейдің сырын кетіресіңдер деп бізді жанына жолатпайтын асыл дүниесі ол. Келін болып түскен соң, соңынан келген ағаш кереует, сонау сәби кезіміздегі содан асыл, содан көрікті нәрсе жоқтай көрінетін жиһаздар еді-ау. Солардың бәрі көнеріп, кішірейіп кеткендей. Сонда да әрқайсысы өз орнында, көзге ыстық-ақ, ана оюлы кебеже. Біз одан ләмпәси кәмпит ұрлаймыз деп, үстіндегі тақтайдың ашық жеріне қолымызды сұғып, қайта суырып ала алмай, талай ұсталып қалғанымыз бартын. Серік қой бәрін бастап жүрген. Көз алдыма сол уақыттағы кескініміз келеді. Өз-өзімнен жымиып қоямын. Бұл бұрқыраған кесені қолыма алып, басымды көтердім. Қарсы алдымдағы қабырғадағы Серіктің суретіне қарадым. Алысқа көз тігіп тұр. Бұйра шашты, шүңірек көзі. Мен айыптымын ба дейтін тәрізді. Ақан, шырағым, шай ал. Қазанға сыбағалы тамағын салдым. Серік кеткелі. Жолдастары да есік ашпайды. Ана майда нанға жағып же, қолдан шайқаған. Кішкене тарелкадағы сары майды айым әжей маған қарай ысырып жатты. Әжімді жүзі солғын, нұры тая бастаған көзі жасаурай қарады. Ішіп отырмын ғой, әжей, өз жағдайыңыз, денсаулығыңыз қалай? Сері хабарласып тұра ма? Ахан жанай, жүрміз ғой сүйретіліп. Жан қалтасынан кіршіксіз ақ орамал алып, жасаураған көзін сүртті. Осы жайды бекер қозғадым-ау, өзімде қысылып қалдым. Жүрміз ғой шырағым, тіршілікте әйтеуір. Мына бір-екі мал бар, Серік жанға деп жүретім. Есегесін өз жөнін тапқаны болар. Қайтейін. Әжей тағы күрсінді. Шәйнекті толтырып, самаурынның бастырғышын алып қойды. Шай құйып, кесені маған ұсынды. Қатарынан кем кеткенім жоқ. Бірге өстіңдер. Оның аяғына кірген шөнге менің маңдайыма кірсін дедім. Етегім елпі, жеңім желпі болып жүрсе де, жетімді көрсеткем жоқ шығар. Қамыққаннан сезіргісі келмегендей, бетін ары бұрды да, тамақтың тұзын көрейінші, деп тұрып кетті. Менің де көңілім бұзылып, ыңғайсызданып қалдым. Әжейдің соңғы сөздері сол бір күндерді тағы еске салды. Жаз болатын, қара түзгінге баратын жолдағы ақтақыр, күнге күйіп, қара қақ шықымыз шыққан, 6-7 бала асықты ұрып жатырмыз. Шекемізді шыжғырған күнде, аңызақ желде, бізге түк емес. Бас қосылған соң, бір шекіспей тынғанбыз ба, асыққа таласып, айғайластықта қалдық. Серік шатақтау болатын. Сәтемірдің баласын жығып теппесі бар ма? Ауылды басына көтеріп ол кетті. Айым әжей қайдасың? Деп ауылдың екінші шетіне біз тарттық. Көп ұзамай-ақ бір мәсін шылғаусыз киіп, шылғаумен бір мәсін қолына алып, Сәтемірдің бұлшық сары, жалқаяқ қатын жетті. Көшені басына көтеріп келеді. Дегеніңе жетпе, жетім көрбақ. 6-ға жетпей әкеңді жұттың. Шешен кетті анау желігіп. Қасыңа келген балаға бүйедей тиесің. Ана қақпас сені, несіне тұлға қылам деп жүр екен. Түшші осынан қолыма. Зікір салған қожадай қояр емес. Қара жерді сабалап жүр. Дүзі қара, сен басынатындай. Ошағым оттан түскен жоқ. Жоғал жөдіңе жүр. Ағит кіріп, көгет шыққан аузыңа ие бол. Өшір қараңды. Колхоздың жұмысынан қажып келгендігіме, жоқ басқа себебі бар ма? Әшейіндегі әжейдің мейірімді жүзі сұсты еді. Нұрлы көздері бір түрлі, әлгі әйелді жеп жіберердей. Салмақты айтылған сөздер әсеріме, жоқ әжейдің сұсы бастыма. Шабалаңдап келген әйел бірден басылды. Құлағымыз тып-тыныш болды. Жалғызымның тұяғы, сені жылатпаспын. Сенің қанатың қатайғанша, ажалға да бой бермеспін балапаным, деген айым әжей Серікті бауырына басып тұрып. Серіктің әкесі, айым әжейдің жалғыз баласы, Ережептің өкпе ауруынан қайтыс болғанын, шешесі, Айгүлдің жас сәби мен қарт әжені тастап, өрге шығып кеткені сол күні құлағыма тиген. Содан бері талай уақыт өтті. Ер жеттік, мектеп бітірдік. Біз оқуға аттанғанда Серік ауылда қалған. Әжем бар ғой,
Дегенмен бізден қалғаны қатты ренжитін. Бір-екі рет хатында шешем Алматыда екен, кел, оқуға түсіремін дейді деген. Содан соң хабар болмай кеткен. Енді мынау менің ойымды қайта кірген әжей бөлді. Шай суып қалған шығар. Жалғыздық осы ғой. Қай жағына боларыңды білмейсің. Сенің шешеңде жас емес, әкелмейсің бе біреуді? Әлге Сетемірдің жаманы да үй болып отыр. Серікжанды да сөйтіп аяғын тұсауым керек екен. Достарынан кем болмасыншы, 1 жыл қасымда болды ғой деп, бір сиырды сатып, қалтасына салып, Алматыға аттандырғанмын. Жақында барып қайттым. Оқуға түсе алмаған екен. Шешесі түсіріпті. Қазір соның қолында көрінеді. Ең болмаса, бір көріп кетейін деп ойлап едім. Алматыдан демалатын орын таппағандай, таса дейме, даша дейме сонысына кетіпті. Қай тасаны таба алатын едім. Сұраған жұртқа көріп қайттым дедім. Бер жағымен салдырап сөйлегенмен, кәрі жүректің шерлі мұңы сезіліп тұр. Төмен қарай бердім. Алдыма келген тамағымды да үнсіз іштім. Қоштасып тұрып, Ақанжан шырағым, тел қозыдай тең өскен құрбысы едің ғой. Серікжан мені жылатпасын. Мына адыра қалғыр дүниені мен қара жерге бірге алып кетпеймін ғой. Оралсын қара шаңыраққа, жетім етпесін мені, деді. Жылап тұрып, менің бетімнен сүйді. Бетіме тиген жас жүрегімді шымыр еткізді. Менің де жанарыма дөңгеленіп, жас ұялады. Айым әжейді қимай қоштастым. Ойланып келемін. Қазақ даналығы айтушы еді-ау, атасы жоқ мас жетім, анасы жоқ қас жетім деп. Ал көңілі жетімше, мен әлі ойланып келемін. Әңгіменің соңы.